Өңірдегі нысандардың атауын өзгерту жалғасуда, бірақ бұл жұмыстар халық санағы өткеннен кейін қайта қолға алынбақ. Облыс бойынша тәуелсіздік жылдарына қарағанда 2020 жылдың соңынан осы уақытқа дейін атау өзгертілген нысандар саны әлдеқайда көп. Облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов бұл жұмыстар жүйелі әрі халықтың ойын ескере отырып жасалынуы қажет екенін атап өтті. Прихоть там акимата или каких-то чиновников. Көше аттарын ауыстыру мәселесі бұл әкімдіктің не болмаса басшылардың істеп жатқан іс емес. Бұл тілдер мәселесіне қатысты мемлекеттік саясаттың жүзеге асырылып жатқанның көрінісі. Қазақстанда өзен, көл және басқа да орындардың тарихи атаулары бар. Олар қандай да бір себептерге байланысты ұмытылып қалған. Мысалы, баяғы заманда ешкімнен сұраған жоқ. Барлық ауылдық жерлерде Ленинге арналған ескерткіштер мен көшелері болды. Бірақ бұл заман өтті. Ғани Нығметов жасалып жатқан жұмыстар жастарға үлгі болуға бағытталғанын айтады. Олар өз туған жерінің тарихын білулері қажет. Осы арқылы тарихи атаулар қайта жаңғыруда. Қазіргі таңда өңірде 20-50 жылдардағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау бойынша жұмыстар жалғасуда. Бұл жұмыстармен облыстық арнайы комиссия айналысуда. Қазірдің өзінде 6000-ға жуық солтүстік қазақстандықтың аты жөні қарастырылуда. До сих пор. Әлі күнге дейін біздің азаматтарымыздың ішінде ақталмағандары бар. Қазақта өлі риза болмай, тірі байымайды деген сөз бар. Сондықтан біз олардың аруақтарын еске алып, біз үшін жанын пида етіп, әлі күнге белгілі бір себептермен ақталмағандарды ақтап шығуымыз қажет. Облыс бойынша бірқатар мәдени нысандар қайта жаңғырып, күрделі жөндеуден өтуде. Мысалы, біраз жылдар бойы Киров атындағы зауыттың қоймасы болып келген ғимаратты ислам мәдениеті мұражайы қылып қайта жаңғыртуда. Поручение президента, когда он приезжал. Президент біздің өңірге келгенде осы ғимаратты қайта қалпына келтіріп, ислам мәдениеті мұражайын жасауды бұйырды. Қазір бюджеттен 100 миллион теңге қаражат бөлінді. Конкурс жарияланып отыр. Сонымен қатар облыстық Ақан Сері атындағы филармонияның жөндеу жұмыстарына жоба дайын, сараптамада жатыр. Ал қалыңдық үйі бойынша жер теліміне байланысты құжаттар дайындалғаннан кейін аукционға қойылады. Содан кейін жөндеу жұмыстары басталмақ. Ботай қонысын мұражайға айналдыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда Мәдениет министрлігі нысанға арнайы орын қарастыруда. Бірегей археологиялық ескерткішті туристік аймаққа айналдыру жоспарланған. Нысан жыл соңында пайдалануға берілмек. Сейчас уже начались фундаментные работы. Қазір іргетасын қалау жұмыстар жүргізілуде. Қыркүйек айында аяқталады. Өткен жылы 7 кесене табылды. Бұл жерде табылған азаматтардың барлығы орта ғасырлық қала болғанын дәлелдейді. Яғни Алтын Орда солтүстік Қазақстан облысының шекарасына дейін жеткен. Биыл республикалық бюджеттен осы мақсаттарға 55 миллион теңге қаражат бөлінді. Биыл Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылы және солтүстік Қазақстан облысының 85 жылдық мерейтойы. Бірақ салтанатты іс-шаралар санитарлық талаптарға сай шектеулі адамдардың қатысуымен өткізіледі. Өңір мерейтойы 29 шілде күні аталып өтпек. Осы іс-шараға байланысты университетте ғылыми конференция өткізілмек. Сонымен қатар облыстың жаңа елтаңбасына байланысты жарияланған конкурстың қорытындысы шығарылады. Салима Базарбекова, Жұлдызбек Ермұқанов, Первый Северный.